жалпы подростковый кезеңде болып жатқан кризис адамның өмірінде ең яркий кризистердің бірі, да, оны бәрі біледі, ой, мен балам подростковый возраст, и там бүйтіп жүр, тыңдамайды, немесе депрессияда жүр, там достар бар жоқ, андай мындай бұзылып кетеді, өйтеді бүйтеді деген ең үлкен ата-ананың бас ауруы примерно осы кезеңдерде басталады. Но бұл кезең, жалпы осы подростковый кезеңдегі кризис, ол жалпы кризис деген не, соған бір тоқталып кетсек, ол вообще алғаш кризис емес, подростковый кризис, ол кризис 3 жастың кризисі деп жатамыз, я. Одан кейін 7 жастың кризисі бар, одан кейін ары қарай уже подростковый кризистер келеді. Поэтому, наверное, жалпы адамның өмірінде қандай кризистер бар, вот кішкентайынан туылғаннан бастап, соның кішкене бір логикасын түсіндіріп кетсек, ары қарай кез келген сұраққа осы тақырып уже ақпарат уже бізге негіз болатын еді. Мысалы, бүйтіп алсақ, бала туылғанда 9 ай ол мамасының қарнында жүреді, сосын ол 9 айдан кейін босанады, и босанғанда, смотрите, бала 9 ай мамасының қарнында жүріп, кейін уже босанғасын енді мамасының қолынан түспей жүреді ғой, кішкентай балалар, сол кезеңде бала до такой степени бұл дүниеге келген кезде өзін танымайды, өзін білмейді. Ол не деп ойлайды? То есть оның психикасы я равно мама. То есть менің мамам ол менмін, мен мамаммын. Мамам не сесе, не көрсе, нені ұнатса, ұнатпаса, бәрі вот сол менің қалауым деп ойлайды. И поэтому кішкентай балалар мамасынан прям ажырамайды. И былайынша айтқанда, мамасын прям құдайдай көреді. Прям мама богиня, все, мама мое, все, мама там мені, маманың қабағы түйілсе, ол мені жазалайды, ол бірдеңе ұнатпай қалды, ол маған ұрсады, ренжейді, или мама біреуге ұрсып ренжіп жатса, біз уже сол адамды жақтырмай тұрамыз. Мысалы, маған көп адам келеді, например, бүйтеді да, білмеймін неге екенін, мынандай тетямды жақтырмаймын. Я говорю, неге? Сөйтсем, білмеймін неге екенін дейді. И кейін уже бүйтіп ашып қарасақ, кезінде, оказывается, сол тетясын мамасы жақтырмаған екен, да. Адам уже автоматически өмір бойы сол тетяны жақтырмай жүреді. Почему? Потому что кезінде мамасы онымен ұрысып қалған болуы мүмкін, ренжіскен болуы мүмкін. Ал мысалы адамның өзіне, мысалы маған келіп тұрған келіншекке ол тетясы ешқандай бір жамандық жасамаған болуы мүмкін. Ренжітпеген, наоборот, өмір бойымен андай қолдағап, ой, там племянница, жалғыз племянницам деп сөйтіп жаны қалмай жүреді. Мен ол жаңағы тетямен жақсы араласа алмаймын дейді. Неге? Потому что кезінде я равно мама кезінде жаңа мамасы сол тетясы мамасын ренжіткен, тәтесі мамасын ренжіткен, и поэтому ол солай, типа, тетя наш враг, она нам не нравится. Ол ренжіткен көрген болып тұр ғой, содан кейін сондай шешім шығарды. Көрмесе де сезеді. То есть бала до такой степени я равно мама болып тұрады, что мамасының ішінде болып жатқан әрбір нәрсені ол маған қатысты деп есептейді. То есть мен ренжідім. Мені, мысалы, егер мысалы біреу мамасын бүйтіп даже соқса да, мені ұрды мына кісі. Маған жамандық жасады, мені жақтырмады. То есть сол үшін біз я равно мама, то есть баланың, жаңадан туылған баланың психикасы мамасынан ажырамайды. 100% я равно мама болып тұрады. И бұл негізі не үшін керек? Для того, чтобы ребенок выжил. Потому что ол мамасының ішінде не болып жатқанын білсе, уже соған қарай әрекет етеді. Мысалы, мамасы уже ренжіп, қабағы түйіліп отырса, кішкентай балалар сразу келеді ғой, бүйтіп, ой, там, мамасының көңілін көтергісі келеді, құшақтайды. Бір как-то вот постоянно с мамой в коннекте болу керек, да? Потому что по-другому ребенок не выживет. Ол, это сделано, это бір какой-то бір нығмет ретінде көрсе болады оны, потому что я равно мама нужно для того, чтобы ребенку выжить. Аман қалу үшін, тірі қалу үшін керек, да. И потом, мысалы, бала өсіп келе жатыр, и ең алғаш кризистердің, андай крупный кризистердің бірі кризис 3 лет деп айтамыз. Ол деген не? Ол я равно мама, то есть бала примерно мама, мен, екеуміз бірдейміз деп бүйтіп жабысып қалғанын қылып көреді өзін, но 3 жасында уже ол ақырын мамасынан ажырай бастайды. То есть до этого ол даже физически мамасынан тәуелді болып тұрды. Мамасының қолына міну керек еді. Ол мамасының там ему керек еді, да. Мамасы оны киіндірмесе, шешіндірмесе, ол өзінің қолынан оны келмейді. 3 жасында кішкене более-менее өзіне уже есі кіре бастаған кезде ол не істейді? Так, мамадан ажырау керек.
И сол кезде кризис басталады. Қандай? Өз-өзінен бала жылай береді. Ештеңе жақтырмайды. Бәрін лақтыра береді. Мама же десе жемеймін, отыр десе отырмаймын. То есть уже мен деген нәрсе пайда болады баланың ішінде. Внутри появляется я. И ол өзін андай пробует. То есть на самом деле 3 жастағы бала, ол просто так мамасын бүйтеді ғой, әдейі істеп жатыр, мынау әдейі істеп жатыр, әдейі мені маған қырсығып жатыр деп айтады ғой, негізі ол әдейі істемейді. Манипуляция деп шығады ғой мамалар. Негізі ол әдейі істемейді. Ол баланың істеп жатқан не? Мысалы, до сих пор я равна мама. Вот мамины глаза, мои глаза, мамины руки, мои руки деп ойлайды ол. Вот настолько вот мы равны. А потом уже 3 жасқа келген кезде, кішкене мына жерде сана ояна бастаған кезде, бала, так, а где мама, а где я? Например, кішкентай балаға 3 жасқа дейін, мысалы, бүйтеміз ғой, өзімізге керек кезде ұйықтатып тастайықшы мына баланы. Все, болды. Баланы ұйықтатады, ауызына там соскасын береді, там емізеді, и все, бала, так, мама хочет, чтобы я уснул, значит, я хочу спать дейді. Ол уже не разбирается, мен 3 сағат бұрын ұйықтап едім ғой деп ойламайды ол. Мамасы мысалы жатқызды, болды, бүйтіп көтеннен қақты, болды, ол ұйықтап қалды. Потому что мама этого хочет. А уже 3 жасында ол мен не қалаймын, мама не қалайды. Вообще, менің қарным аш па, жоқ па? Бөліне бастайды. Бөліне бастайды уже ақырын-ақырын. И сол кезде, мысалы, мамасы же десе, жемеймін. Потому что баланың задачасы ол кезде мен не қалаймын, мама не қалайды, соны ажыратып алу. Ол даже аш тұрса да жемейді. Но потом уже мамасы, қойшы жемесең жеме деп кетеді ғой, артынан келеді, мама қарным ашты. Вот это примерно сейчас у всех мам, которые 3 жасар баласы бар, мамаларға өте. Мен достарым балалары бар. Вот, сосын уже мен жаңа саған короче басталады ғой. Өзімнің де қызым как раз примерно сол кезеңнен өтіп отқан үшін мен үшін актуально. То есть, например, бүйтеді, мамасы киін десе киінбеймін дейді. Ол жерде мамаға қарсы тұру, просто қарсы тұру. Қырсығу дегенде понять, что хочет мама, а что хочу я. То есть вот это моя голова или мамина, то есть это мое желание или мамина. То есть осылай ақырын бүйтіп ажырай бастайды 3 жаста. И вообще кризис деген, вот кризис деп атайтын нәрсеміз, ол негізі бешеное количество энергии. Ол балаға сондай үлкен бір энергия құйылады, чтобы мамасынан ажырау үшін. Вот сол энергиямен ол қарсы тұра алады мамасына. Мысалы, менің қызым 4 сағат подряд жылайды, потому что мысалы өзің қалаған істеу керек. Мысалы, түнде отырып алып, мама түнде, мен именно блины хочу, блины, 4 сағат блины деп, короче, өзің қалаған істеткізді да, короче, істеткізбесе болмайды, все. То есть, андай, бала максимально, ну, короче, ажырау процесі басталды. Төбеден оған энергия түсті өзіне. Сол энергиямен ол мамасына қарсы шығуға күш табады, кішкентай бала. И вот ақырын ол ажырай бастады 3 жасында. Мен қазір сізге идеальный вариантын айтам, кейін уже әңгіме бойынша уже не идеальный варианттарын ары қарай көріп жатамыз да. Мен сізге қазір идеальный вариантын, как должно быть в идеале. То есть 3 жасында, то есть мамасы оған шыдай алды, айқай шуына бәріне уже адекватны түрде өтті, бүйтіп аттап өтті. Кризис потом 5 лет, 7 лет, ары қарай примерно 7 жасында уже кризис социумға шығады бала, обществоға шығады, это мектеп. Мектепке шыққасын уже мамасыз, жалғыз өзі, кәдімгі решение принимать етіп, өзін басқалармен салыстыра бастайды. Одан кейін уже түсінеді, что ол үйде даже идеальный болса да, ой, менің жалғыз үлкен, там жалғыз балам, қызым, красавицам, нем деп, мысалы, біз еркелетіп өсірсек те, ол мектепке барғасын, нені түсінеді, что оказывается она не такая красавица. 7 жастағы нені сол, что она не такая умница, что оның мысалы суреттері, мысалы Мақсат әдемірек сурет салады, там Жансая одан мықтырақ оқиды, мына там Дина одан да күштірек сөйлейді деген сияқты, уже өзін басқалармен салыстыра бастайды. Сен күштісің, бірақ ең емес деген сияқты түсіне бастаймыз. Солға ең емес болып тұрады. И вот сол 7 жаста тоже какой-то вот своеобразный кризис өте бастайды баланың ішінде. То есть каждый кризис — это мощный поток энергии. Поток энергии для чего? Для того, чтобы ата-анасынан ажырау үшін. То есть, мысалы, 3 жасында сәл ажырады, 7 жасында тағы ажырады. И біздің тақырыпқа келсек, подростковый возрастта ең самое мощное количество энергии осы жерде келеді, чтобы полностью тотально ата-анадан ажырау үшін. И подростковый возрастта не болады, мысалы, жаңа мектепте ол уже өзін басқалармен салыстыра бастады ғой. Оказывается, Динаның мамасы вообще ұрыспайды екен.
а менің мамам ұрса береді, например. Оказывается, там Мақсаттың өзінің бөлмесі бар екен, менің бөлмем жоқ, біз там 3 бауырмен бір бөлмеде жатамыз. То есть ол ақырын өзін жалпы басқа балалармен и жалпы өзінің семьясын басқа семьялармен салыстырып подростковый возрастта. Мектепке барған бала. Мектепке барған. И ақырын, что до сих пор у меня мама богиня, папа бог, типа вот все, солардың айтқаны ғана дұрыс, соларды ғана тыңдау керек деген немен оймен келді. А тут смотрит, мысалы, Мақсат папасыз өсті и мамасын вообще тыңдамайды. Ну просто вариант. И такое может быть. Қарайды там какой-нибудь Дина, там, допустим, ол вообще ерке қыз, ол үйдің жалғыз қызы, оның там әжесі қалағанын істейді, атасы қалағанын істейді, мамасы қарсы сөйлей алмайды. То есть ол уже бәрін көріп, салыстырып, өзін басқалармен, семьясын басқалармен, и уже басқаша прям так, оказывается, мои родители не такие боги. Они не такие, олардың айтқанның бәрі прям 100% дұрыс емес. Мысалы, допустим, да, вегетарианский бір семьяда өскен бала, кейін шығады да, оказывается, менен басқаның бәрі ет жейді екен деп ойлайды ғой. Сол сияқты, біздің семьяда 100% дұрыс, вообще не обсуждается деген бір түсініктер уже басқалармен салыстырған кезде под сомнением болып қалады да. Әр нәрсе уже тұрақтылық кетеді баланың ішінде. Сонда біздікілер былай дейді, мына жер былай дейді, мына жер вообще, мына жер сонда не, қайсысы дұрыс деп уже ойлана бастайтын бір кезеңге келген кезде, примерно вот это мы называем подростковый возраст. И вот там появляется большое количество энергии для того, чтобы полностью оторваться от мамы, чтобы тұлға ретінде қалыптасу үшін, именно мамасы уже целый өзі бөлек адам, мен бөлек адам екенін түсіну үшін. И осы ажырау процессы очень больной. Если, мысалы, 3 жасында, 5 жасында, 7 жасында кішкене біз әлі біліп тұрмыз, что балаға влияниеміз бар екен түсініп тұрған кезде, мына жерде тотально влияние жоқ екен түсіну ата-анаға өте қиын. Потому что я богиня, папа бог, типа, грубо говоря, да, то есть біздің айтқанымыздың бәрі 100% дұрыс болу керек, орындалу керек, менің айтқанымдай болу керек. А подростковый возрастқа келген кезде уже вот мама богиня, папа бог деген вот соларды пьедесталдан түсіріп тастау үшін не істейді? Оларға тотально қарсы шығады. То есть вообще полностью обесценивает, то есть құнсыздандырады ата-анасын. Мысалы, сенің айтқаның бәрі дұрыс емес, папа. Мама, сен ештеңе білмейсің, сен ештеңе түсінбейсің, сен түсінсең неге олай? Мынау қалай сонда, білмеймін, сондай ақылды болсаң неге бай емессің? Сондай не болсаң, там, я не знаю, жақсы болсаң неге саған ешкім көмектеспейді? То есть осындай ащы қиын, ауыр вот это ұрыстар и прям андай боліне бүйтіп не қылатын, прям нағыз үлкен конфликттер осы подростковый возрастта болады. И знаете, в чем прикол? Ребенок должен обесценить своих родителей, то есть өз ата-анасын құнсыздандыру керек. Не үшін? Для того, чтобы оторваться. Ата-ананың ол кезде реакциясы қалай болу керек? Ата-аналар көбінесе жүрегіне жақын алып жылап жатады. Жақын алады, согласна, это тяжело, это больно. Почему? Потому что в тот момент родители теряют власть. Власть над ребенком. Власть очень такая, знаете, вкусная, такая классная штука. Оны оңай жібергісі келмейді ешқандай ата-ана. Оны мен қазір біреу туралы айтып отқан жоқпын, уже скоро өзіміздің басымызға келеді да ол нәрсе. В этот момент ата-анаға өзінің эгосынан бас тартып, баланы уже андай тұлға ретінде қабылдай білуге дайындалу керек. Осы кезде, сен өсіп кеттің ғой, біз керек емеспіз саған. Манипуляция. Керек емеспіз, сен өзің білесің, қазір звондама вообще, өсіп кеттің ғой, болды, өзің біл енді деп. Ақылдысың енді. Ана балаға одан сайын ауыр тиеді. Ауыр тиеді. Бұндай жағдайда ата-анаға қандай реакция білдіру керек? Смотрите, енді мен сізге идеальный вариант айтып отырмын ғой. То есть, мысалы, он прям вот так вот отошел, оторвался там от родителей, мощный рывок жасады. Обычно это такой, знаешь, бір ключевой бір ссора болады. Прям бір момент, что вот, типа, уже прям, білмеймін енді бала қатты ата-анасын прям бір боліне басып, прям жаман бір нәрсе айтып, тотально обесценивать етеді ана-ата. Мысалы, ақылды болсаң байыңмен дұрыс болмайсың ба деген сияқты. Потому что вот сондай жағдайлар маған келген да, мен сол үшін айтып отырмын. Сондай ақылды болсаң, неге әкеммен дұрыс қарым-қатынас құра алмадың? Сондай ақылды болсаң, неге там досың байда, сен бай емес?
деп вот сондай конкретно айтқан сөздерді айтып жатырмын да, мысалы практикамда болған. Вот и сосын содан кейін ана баладан прям көңілім қалды, өйтті бүйтті, прям в самую точку ударил деп мысалы ата-аналар ренжіп жатады да. Ондай сөзге жеткізбеу үшін амал бар ма? Жеткізбеу үшін бар. Вот как раз таки вот в каждый момент у нас не болған кезде, то есть саналы ата-ана өзінің эгосын басу керек. То есть в тот момент он должен понимать, что вообще ата-ананың единственный задачасы бар баласының алдында, жалпы оны не табиғат түрінен қарасақ, мен өлсем де мына бала аман қалатындай оған бір тәрбие беруім керек. То есть мысалы мен қазір өліп кетсем де, мен қазір 7-тегі қыздарым, 3-тегі қыздарым өзімен өзі бола алатындай, короче, өзіне қарап, өзіне ие бола алатындай бір максимальный еркіндік беруім керек, понимаешь? Как будто вот мен любой момент жоқ болсам, мына балалар өзімен өзі болады. То есть менің бар болып жоқ болуым оларға слишком қатты әсер етпеу керек. То есть мен болмасам мына қыздарым деп бүйтіп жамырап қалмау керек та. Грубо говоря. То есть задача родителя, чтобы его ребенок выжил без него. В нашем мире сейчас идет задача родителя: я хочу быть внутри жизни ребенка всегда. Вот осы конфликт болған үшін қазір біздің қоғамда жалпы, вообще біздің қоғамда емес, жалпы неде ата-ана бала арасындағы конфликттер көп. Қазақстан менталитетінде көбінесе ата-аналар біздің менің балам мені асырайды, менің балам осындай болады деп қатты нәтиже күтеді. Бұл балаға қаншалықты зиян? Негізі ол нәтиже күтетін ата-аналар в основном өзінің қолынан келмеген сол нәрсені, или жағдайы болмаған, или каким-то образом сол нәрсеге жете алмаған адамдар өзінің арман мақсаттарын сол балаларына жүктеп қояды. Балаларына жүктеп қояды. Поэтому мысалы бүйтеді ғой, бір жігіт келді, боксер, папасы бокстан, короче, білмеймін енді, алынмаған ба, короче, или травма алып, боксер бола алмай қалған ба, сондай, и жаңағы 3 па 4 па баласын бірден боксер болып, бәрі әжептеуір бір күшті жерлерді тесіп шыққан, короче. Енді папамыздың айтқан бойынша жүрдік дейді да, бәрімізді сол кішкентайымыздан от и до жаңағы неге отжиматься еткізіп, качаться еткізіп, сөйтіп өсірді, и соңында енді бәріміз де жақсы болдық дейді да. Тесіп шықтық, не қылдық, но папамыздың арманы еді. Шыныққан адамдарымыз, ал шын мәнінде именно боксқа дарыны бар, ана үлкен ағамыз деп сөйтіп өздері уже мойындап отыр оны. Жақында Илон Масктың бір сөзін оқыған едім. Менің балам, мен оның туғанын қаладым. Ол маған ту деп айтқан жоқ. Мен балам болғанын қаладым, және мен ол бала үшін барлығын жасауға міндеттімін. Балам мен үшін еш нәрсеге міндетті емес дейді. Сол оқыдымда мен күшті айтылған сөз екен деп ойладым. Бірақ қазақ қоғамымен салыстырған уақытта қазақта керісінше мені асырайды, баласын асырау үшін туады. Мен бұл бала ертең менің балам деп мақтанатын болам. Ал мүмкін ол бала жаңағы атақты болғысы келмейтін шығар. Мүмкін ол бала мақтанатындай бір бай болғысы келмейтін шығар. Балаға сөйтіп міндеттеп қояды да, ана бала сол жүкпен өмір сүреді. Мысалы күндізде де, түнде де бойында бір жауапкершілік тұрады да. Папа маған мұндай боласын деп айтқан, ертең бола алмай қалсам не болады деген сияқты бір не тұрады. Ішінде бір тревога тұрады, былайша айтқанда. Ол неге біздің ата-аналар сондай? Неге баладан өздері туып алып, өздері сондай нәрсе күтіп, өздерінен өздері айтады ғой, твои ожидания, твои проблемы деген сияқты. Біздің ата-аналардың мәселелері сол бір күтуде емес па деген сияқты сұрақ. Вообще жалпы қазақтарда өміріміз күтумен өтеді ғой. Барлық нәрсе күтумен өтеді негізі. Типа, вот мен қазір универ бітірсем, одан кейін тұрмыс құрсам, одан кейін бала тусам, одан кейін ұзатсам қызымды, бүйтсем, сөйтсем, ұл тусам, қыз тусам деген сияқты күтумен өтеді, ожиданиямен. И пока мы ожидаем то, что будет, вот мы в моментінде ештеңені андай сезбей қаламыз. То есть вот мен қазір, альхамдулиллах, мен қазір студент қызбын, күшті, қалай, осы студенттің кезегім қандай күшті, одан кейін тұрмысқа шығып жатырмын, ух ты, сегодня у меня свадьба деп андай не қылу деген жоқ та бізде ше, кайфовать в моменте. С этим согласна. Но Илон Маскпен 100% келіспеймін. Потому что все-таки ата-ананың, да, баланы өзім үшін тудым, не қылдым, өстім, ол маған именно менің қалауымдағы адам болу міндетті емес. Бірақ кейін, мысалы, біз уже қартайғанда, все равно уже ответственность балаларға өткен кезде қартайған ата-анаға қарау керек.
Ол уже біздің дінімізде, культурамызда бар нәрсе. Илон Маск өзі исламда неде болмағасын, оларды сәл басқаша, да, то есть никто никому ничего не должен деген сияқты. Но долг он все-таки есть. Ата-ана оны прям мені, конечно, это не такой долг, что типа вот мен қартайғанда сен мені там, я не знаю, до маразма доходит же, мысалы пәленшенің баласы бриллиант таққызып жатыр екен, сен де таққыз, хотя жағдай жоқ болса да, елге там не қылып кредит алып мамасына бірдеңе алып беріп жатады, потому что мамасы міндеттеп күштеген үшін деген сияқты. Это не так. Мысалы жаңағы не қартайғанда, конечно, ешкім ешкімге күн қаратпасын, бірақ все-таки қасыңда балаларың болса, или хотя бы солардың бір несі, көмегі, соларға бір деген сенімділік, бір не болса, кәрі адамға это очень важно. Өтпелі кезең ғой деп баланы бос жібереді ғой. Жаңағыдай жақсы, енді өзі өтпелі кезеңде жүр ғой деп тиіспейді балаға. Бірақ ол кезде не істеп өзгеруі мүмкін, оны ана білмейді. Қаншалықты дұрыс сол еркін жіберу? Мен всегда былай деп айтамын, да, то есть жалпы у подростка нет проблем. Знаете, да? На самом деле у подростков нет проблем. Проблемы есть у родителей. То есть подросток өз бетімен өзі дамып, өсіп, өзінің өмірін сүріп жатқан адам. Ол өзі ғашық болып жүр, ол өзі сабақ оқып жатыр, ол өзі бірдеңе армандап жүр, өзімен өзі, оның өмірі қиын емес негізі. Бірақ оған қиналып жатқан ата-ана да мына жерде шыж-быж болып шы. Проблемы у подростка нет, у подростков проблем нет, проблемы есть у родителей. Вот біздің бала дым ойламайды, оқымайды, істемейді, жатса анау, жүрсе анау, бір какой-то қызды құшақтап алып деген сияқты, например, да. Я говорю, так, стоп. Балаңыз счастлив, у него девушка, у него там он лежит дома, кайфует, да, например, там тағы бірдеңесі бар, тағы бірдеңесі бар. Оған шыж-быж болып жатқан сізсіз, то есть проблема, значит, у вас. В чем дело? И вот сол ата-анамен жұмыс істеген кезде оның өзінің типа нелер шығады да, проблемалар шығады. Вот мен типа негізі штормит мына не подростковый кезеңде больше не ребенка, а родителей штормит. Шторм мына ата-ананың ішінде болып жатады да. Это вот, ну, во-первых, первая часть это когда вот жасөспірім вот жаңа подростковый кезеңде ата-ана тоже бір өзінше бір кризис өтіп жатады. Эгосына қарсы. Вот. Подростковый баласы бар ата-ана, байқасаңыз бәрі мынандай шашы тік тұрып бәрі мамочкалар, папочкалар, да? Почему? Потому что это их штормит. Подростки кайфуют, они ходят, наоборот, у них вот столько энергии, они там олардың прям күшті мақсаттары бар, армандары бар, олар прям андай оттай жанып сөйтіп жүрген адамдар. Они не страдают на самом деле, страдают их родители. И вот нужно решать проблемы с родителями. То есть в чем их проблема на самом деле? То есть неге вот сенің балаң өстіп бақытты болып жүрген неге көре алмай тұрсың деген сияқты, грубо говоря. Вот типа, что тебе не нравится, что у тебя ребенок вот этот, ну, өз бетімен жүрген неге ұнамай жатыр? Вот там, допустим, біреудің проблемасы қолымнан власть кетіп бара жатыр, мені тыңдамайды вообще. Біреудің проблемасы мені бағаламайды. Мысалы менің мына істеп жатқанымда қарашы, мен там 4 жұмыс істеп жатырмын, оны допустим жаңағыдай достықта оқытып жатырмын, ертең түспей қалса ата-аналет университетте оқыту керек, деп. То есть ол өзін уайымдаған үшін мына жерде шыж-быж болып жатыр да, баланы уайымдаған үшін емес. Егер шын мәнінде ол баланы уайымдаса, ол бұрыннан жаңағыдай дружеский атмосферада, то есть эгосын басып, это его кризис, сейчас ребенок проживет. Потом следующий, это его кризис, это его момент, он его проживет. Әр адам өзімен в этот момент істеп жатқан кезде, подростковый кезеңде уже ондай не штоғын болмайтын еді. Понимаете? Осы жұрттың баласымен салыстыру қаншалықты зиян балаға? Вообще жалпы біреумен салыстыру ауыр. Любой адамға. Не то, что кішкентай кезінде жұрттың баласымен, одан кейін жұрттың келінімен, одан кейін жұрттың несімен, вообще любой нәрсе. Потом и осы
біздің миымызда сол қалыптасып қалады жұрттың деген. И потом біз өзімізден уже не қылмаймыз да, вечно недовольны болып жүреміз. То есть мысалы мен 10 мың табам ба, жұрттар 15 мың тауып отыр екен, 15 мың табам ба, жұрттар 30 мың тауып отыр екен деп, андай не тапсақ та біз оның ләззатын сезе алмаймыз да. О, кайф, я сегодня 15 мың заработал, андай бір постоянный в ожидании, как будто я стану, біреу мені мақтаса, күтіп жүреміз да. Вот баланың сонда бұл жерде баланың өзіне деген бағасын жоғалтып жібереді. Жаңағындай я этого, может, не заслуживаю деген сияқты бар емес. Жаңа сіз өзіңіз айтып отырғандай басқалармен салыстырады, өзіне деген сенімі жоғалады, содан кейін осындай бір травмалар пайда болады да. Негізі көптеген комплекстерді салып беретін сонда бізде ата-ана болып тұр ғой. Смотрите, у меня сейчас здесь задача мына жерде көбінесе біздің подкастты үлкен кісілер тыңдайды ғой. Ата-аналардың кішкене есін ояту. Но у меня, если мысалы мына жерде бізді жастар тыңдайтын болса, да? Жастар да тыңдайды. Вот, жастар тыңдайтын болса, оларға қазір айтайын дегенім, у меня нет задачи қазір сендерге ата-аналарың все из-за них деген не жоқ, бізде мақсат жоқ, понимаете? Бұл әңгіме қазір ата-аналар тыңдаса, әркім өзіне түйгенін қалаймын да. Бірақ если сен уже, мысалы күйеулер отырады, 30 жасында, мен мамам бүйткен, папам сөйткен, айналайын, мамаң папаң уже давно өмірден озып кеткен, сен әлі соның кесірінде мен осындаймын деп айтамын. Это классная отмазка. Айтады ғой, то, что рыба гниет с головы, классная отмазка для хвоста, дейді, да? То есть, если хорошо, ата-анаң істепті, бірақ уже 30-ға келдің ғой, айналайын. Санабы деген. Иә. То есть, если мына жерде мені жас балалар оқып жатса, тыңдап жатса бізді, да? То есть, әркім өзіне алу керек жауапкершілікті. То есть, ладно, сенің мамаң сондай екен, бірақ сен оны өзгерте алмайсың. Ладно, у тебя мама богиней хочет быть в твоей жизни, но сен мамаңды өзгерте алмайсың, бірақ сен өз өміріңді өзгерте аласың. Ты можешь сказать: мамочка, спасибо за заботу, но дальше я сам. То есть осы кезде уже андай бүйтіп сілкініп, то есть өзің баста, өзің істе арғы алып кет. Мысалы, если сен мамочка болып мені тыңдап отырсаң, да, мысалы, оказывается, мен біраз нәрсені не алып тастаппыз ғой уже, жойып тастаппыз ғой. Но в любой момент сен 60-та бол, 70-те бол, мына жерің өзгерсе, айналаң өзгереді екен. Балаң, шағаң, семьяң бәрі ақырын өзгереді екен. И әркім өзіне ғана жауап беру керек та бұл жерде. Қазіргі таңда балаларды ата-аналар жетектеп жүреді ғой. Нишқа түсірем, билға түсірем деген сияқты. Сондай бір үлкен үмітпен келеді да, балаларына мотивацияны қалай берерін білмейді. Мысалы, әйтеуір 11-ші сыныпқа әйтеуір, сен оқымасаң мал бағасың, сен бүйтпесең сөйтесің деген сияқты өзінің мотивациялар бар өзіндік. Бірақ кішкентай балаға қалай мотивация берерін білмейді. Мысалы, өмір туралы не айтасың олар, кішкентай әлі. Сен өмірде ертең деген сияқты әңгіме оларға өтпейді. Одан кейін көп ата-аналар сыйлық беріп жатады. Сен егер КТО-ға түссең, мен саған велосипед алып беремін, мен саған iPhone 13 алып беремін деген сияқты мотивациялар болып жатыр. Балаға қалай мотивация берген дұрыс? Мен қалай қалағанымды есіме түсірсем, бүйтеткен ұстаздар, айналадағылар бүйтеткен, мынандай колледж бар екен, лицей бар екен, ол жерде бәрі ағылшынша, представляешь, деп бүйтіп отырады да, бір-біріне айтады, и таң қалып отырады. Ол жерде, оказывается, там 30 оқушының 15 олимпиадчик екен дейді, деп бүйтіп, андай не, прям таң қалып отырады екен да, бүйтіп, ше. Бізде деген там 30 оқушыдан бір олимпиадчик шығарсаң жақсы ғой, ойбай, ол жерге, оказывается, сливки түседі екен деп, ше. И сол кезде менің мына жердегі өзімнің ішімдегі нем бар екен, андай стержень дейді ма? Не, қалауым бар екен да. То есть, мыналар таңғалып отқан жерге мен түсем деген сияқты. То есть, я хочу быть там, где елдің бәрі деп отқан жерге түскім келеді деген бір ой болды да. Но это был уже мой внутренний выбор. И ол менің уже неме байланысты болып тұр ғой, мінезіме байланысты болып тұр. Мен вообще кішкентайымнан қаласам ең дегенді қалайтын, ше. Ең мықты универ, ең мықты не, ең мықты, ең деген сияқты. Вот, и менің өзімнің неме болмысыма сай болып тұр да, мына әңгімелер. Мен солар біреу восхищаться еткенін естіп, мен солай түскім келіп кетті. Если, мысалы, ата-ана солай бір несі, әр баланың өзінің бір несі бар, ішінде бір болмысы бар. Сол болмысына сай әрекет етсе, әр ата-ана өзінің баласын уже біледі. Біреу андай барлық жерде первый болғысы келеді. Мысалы, и сол кезде айтады, мысалы, КТЛ-дерде, оказывается, number one-дар оқиды екен. И все, и уже аналар, да, конкуренцияны жақсы көреді. Ана өзінің ішіндегі естественный болмысына сай бір мотивация болу керек та әр балада. Одан кейін, мысалы, КТЛ-де, оказывается, бәрі тек қана ағылшынша болады екен, вообще ол қалай екен десе, ана бала, да, необычный ма, то есть андай
ішінде необычный нәрселерді жақсы көретін балаға уже необычный жағынан көрсету керек деген сияқты. Мысалы, мынандай ондай мектепте, оказывается, элита оқиды екен. То есть кто-то более такой ондай комфорт, элитаға жақын деген сияқты. То есть сол жағынан жақындау керек та. И әр балаға өзінің, то есть ата-ана өзі қалағандай емес, ана баланың болмысына сай не беру керек, мотивация беру керек. Бірдеңе алып берем деген өтірік нәрсе, уақытша нәрсе. Жоқ, если мысалы, жоқ, ондай материяға жақын балалар да бар. То есть ол біреуге өтеді, біреуге өтпейді. Өтетіндерге демек болады деген. Өтетіндер де бар, да. Мысалы, кейбіреулер мама маған, допустим, PlayStation деп бірдеңе деп, не сұрайды балалар, білмеймін енді ғой, iPhone дей ма, iPad дей ма, мысалы. Так, сына, саған iPad керек болса, онда этот iPad'ты сен от и до, от души қолданатын, сен сондай техниканы мықты жағынан үйрететін бір мектепті білем. Хочешь туда? Саған берем емес, соны бір білімге айналдырып әкелу керек, да. Хочешь туда? Вообще очень классно работает еще, знаете, мотивация барып көрсету. Кейбіреулерге мысалы естігеннен гөрі ол қалай сонда, ол деп мысалы жалпы кішкентай балалар өзінің андай ортасын жақсы көреді, мектебін жақсы көреді, класстастарын қимайды, оларға жалпы эмоционально очень тяжело оторваться от своей старой школы. И, например, новый жерді көрсетіп, мысалы қара, смотри, какие здесь дети учатся, смотри, какие здесь кабинеты, то есть кому-то барып көрсету керек ол жерді, андай экскурсия сияқты жасап. Қарашы, мына жерде мынандай екен, мына жерде қара мынау бүйтіп жатыр екен, ана есіңде ме, ана пәленше тәтенің баласы түсіпті, сол бала кажется уже олимпиадчик болып кетіпті, қара, сен помнишь, хотела же математикадан неден деген сияқты. Вот солай уже болмысына сай әрекет мотивация берсе, вот это железобетонно сработает, баланың ішінде сондай қалау пайда болды. И, соответственно, менің ішімде сондай қалау пайда болды ғой. 7-ші класста мені жібермей қойды, наоборот, ата-анам, ойбай, кішкентайсың, сен қайда кетесің, басқа қалаға деген сияқты. Біз енді Тараз болса да басқа қаласында тұрдық қой. А уже 9-ші класста мен кетем деп қоймай қойдым ана жерде. Бардым и дайындықсыз түсіп кеттім. Хотя бәрі дайындалған екен да. Мен до такой степени қалауым мықты болып тұр ғой, бұрыннан өзім прям бүйтіп келгенмін да. Ата-аналар жетектеп келгендерін ана бүйтіп оқытып бүйтіп солар түспей қалды. Бетіне тығып кітаптарын деген сияқты. Олар түспей қалды. Мен өзім ішкі қалауым қатты болып тұрған, содан мен түсіп кеттім. Сонда біздегі жаңағы ата-аналардағы тапсырма іштегі қалауын ояту керек. Іштегі қалауын обязательно. Қалай болса да бір тілін тауып. Біреу мақтауды жақсы көрсе, конкуренцияны жақсы көрсе, сонымен қалауды біреу ерекше болғанды ұнатса, біреу техниканы ұнатса, то есть бір нәрсесін тауып алу керек. Мысалы, біреудің подружкалары болмаса, ты представляешь, в лицее там 30 девочек в одном классе учат, там у тебя сколько подружек будет? То есть, например, да? Әркімге өзінің бір құндылығымен әкелу керек та нәрсені. Түсінікті. Одан кейін 11-ші классқа оралсақ. Мысалы айтып жатады, мен актриса болғым келеді, папам қарсы. Қалай қарайсыз бұндайға? Ой, это вообще боль, наверное. Папалар өстіп шығады ғой. Мен актриса болғым келеді. Жүресің ба? Хакаку летіп. Ертең сен күйеуге шығасың, саған күйеуің актриса алдыртып қоя ма, өлең айтқызып қоя ма, балаң болады деген сияқты. Одан да бір тұрақты зарплата алатын, налог жүретін, пенсионный жүретін, квартираға тұрып алып, сондай бір мамандықты оқы деген сияқты ата-аналардан сондай бір задача болады да. Ол қаншалық дұрыс, баланың арманын кесу емес па сіздің ойыңызша? Біреудің мақсаты актриса болғанда атақты болу. Біреудің мақсаты прям андай играть. Вот прям разные роли, бірдеңе деген сияқты. То есть актрисалық это тоже очень такая широкая профессия, и ішіндегі потребности разные у людей. Актриса болса актриса, там, допустим, реализовать это как-то вот адал жолмен дейміз ғой, жақсы жақпен. Егер сіздердің психологиялық тақырыптан сіздерге көмек керек болса, менің өзімнің жеке консультацияларым және курстарым бар. Кербез леди деген блогтың авторымын. Соған жазылып, көбірек ақпарат ала аласыздар.